Сәлем достар, сіздермен бүгін 5 минутта жасалатын салат түрін дайындаймыз. Бұл салат түрі өте жеңіл әрі тез дайындалады. Және бұның құрамындағы заттар әр ас үй ханшайымының тоңазытқышынан табылады. Бізге керегі, яғни кешмиш, грек жаңғағы, алма, қызылша, майонез. Қалауларыңызша қаймақ қоссаңыздар болады. Ең алдымен грек жаңғағын төртбұрыштап майдалап тураймыз. Туралған масса осындай кесеге орналастырып, кейіннен тарелкаға ақырындап орналастырып отырамыз. Келесі кешмешті яғни дәл солай төртбұрыштап майдалап тураймыз. Кешмешті қоспас бұрын, яғни басында жуып, тазалап кептіріп аламыз. Алманы да дәл солай майдалап, төртбұрыштап тураймыз. Туралған дайын өнімдерімізді дайындап қойған тарелкамызға орналастыра береміз. Келесі кезек, яғни бұл жерде біздің қызылшамыз. Қызылша менде өте үлкен болғандықтан, оның тек қана жартысын аламын. Жартысын дәл солай кубиктап, майдалап тураймыз. Дайын болған қызылшамызды да дәл солай тарелкамызға орналастырамыз. Бізде осындай әдемі әрі жеңіл пыпы салат шықты. Бұл салат өте көп витаминға бай. Және де бұны араластырғандағы түсі өте керемет. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Салат бойынша өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар.